Алдарымызда сусындарымыз құйылып жатса, құрметті ағайындар. Мына Мұқағали Мақатаев ағамызды баршаңыз да білесіздер. Сол кісі де осындай бір үлкен тойдан шыққаннан кейін кішкене қызын қарап қалса керек дейді. Халықтың көзінен түспейін деп қалада бір таксиді тоқтата қалса, жаңағы такси ағамыздың жанына келіп тоқтай қалыпты. Сол кезде жаңағы Ақын ағамыз айтатын көрінеді. Шопыр бала, мәшінеңде отыратын орын бар ма деп. Сол кезде жайлап терезесін ашқан жас қыз, аға мен бала емеспін, қызбын десе, онда шопыр қыз, мәшінеңе отыр қыз деп айтатын көрінеді. Сол кезде ағай қыз деген деме, қыз емеспін, бір емес екі балам бар десе, онда шопыр қатын, мәшінеңде отыратын, шопыр қатын, мәшінеңде орын бар ма, отыратын деп қоймаған ғой. Сол кезде сасқан қарындасымыз ағамызды мінгізіп алып, жететін жеріне жеткізіп түсіп баратқанда ренжитін көрінеді. Аға, мен әлі жас қызбын, тек екі балам бар, сіз неге мені қатын деп қадап айттыңыз деп. Сол кезде Мұқағали ағамыз айтатын көрінеді. Көке, сен ренжіме, қатын деген ол қазақтың қасиетті сөздерінен бірі. Қ дегенім қазынам, А дегенім асылым, Т дегенім тынысым, А дегенім ырысым деген екен, Н дегенім намысым деп. Сондықтан да құрметті ағайындар, осы жерде отқан ақ жаулықта, алтын құрсақта аналарымыз бен жеңгелеріміз, қарындастарының құрметіне ер адамдар жағы бір қошемет көрсетіп қойшы. Ал енді құрметті ағайындар, мына алдарымызда сусындарымыз құйып жатса, қашанда айтып жатамыз ғой, ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар, апасы бардың запасы бар деп. Сондықтан да құрметті ағайындар, ат жауырға, адам бауырға шыдамайды деп жатамыз. Осы жерде осы бауырыма деп келіп жатқан ағамыз бен жеңгелеріміз бар екен. Сондықтан да қашаманға ағамызды ағалай білейік, бір кезек жеңгемізді жағалай білгенде жақсы деп жатамыз құрметті ағайындар. Сондықтан да осы жерде құрметті аға мен жеңгелеріміз бар, сол кісілерді орнынан тұрғызым келіп отыр. Асқар Ғалия, Орынғали, Бақыт Жамал, Төлеген, Жолдығыз, Тайман Зоя, Темірболат, Базаргүл, Еркінжан, Айжан, Болат, Баян, Мақсұт, Балым, Бейбіт, Нұрсұлу дейді. Осы кісілер болса ағамыз бен жеңгелерімізді айқай шумен ортаға. Ағаларымыз бір бауырларыңның несінде көңілдерің жоқ қой. Қайттан билік дұрыстап. Кеттік. Рахмет, құрметті ағайындар. Қашанда айтып жатамыз, алты ағаң жиналсаң да әкеңдей болмайды, жеті жеңгең жиналса да шешеңдей болмайды деп жатамыз. Сондықтан да құрметті ағайындар, осындай бауырларымызға сөз кезегін берейік ал. Баяғыда біреу айтты деп еді, осындай тойда шаппағанда бауырынан атаңның басына шабасың ба деп. Сол сияқты осындай тойда көтеріңкі көңілмен болайық ағайындар. Бізден енді бұл келіп отқан ағайындар болғаннан кейін осы тұрғанына бүкіл ағайынымызға артқан Асқар ағам сөйлеп қояды. Неге десең, тойдың сәнін дейтін бәріміз біле тос айту емес қой. Уақыт зымырап өтеді, тос айтатын кісілер көп. Солай келісейік. Құрметті көгеріс ауылының азаматтары, мынау Рахман Құлықтар әулетінде бүгін үлкен тойы болып жатыр. Арамызда осы ауылдың ақсақалы Мергентетте Хазима жеңгей жоқ болса да арамызда бір аунап түсіп жатқан болар. Біздерді рухыменен жебегімен жүргей, ал енді төлеп сәуле мынау алғашқы тойларың біздің
Рахманқұл атамыздан бері қарай санағанда 4-ші ата шаңырақ құрып жатыр екен. Осылай тек қана балдардың қызығын көріп, дендерің сау болып, жүре беріңдер. Әрқашанда осындай балдарыңа ақылшы болып, жүре беріңіз. Осы үрім бұтақтарыңыз жайыла берсін. Ал енді отау құрып отқан балдарым, дендерің сау болсын. Тек қана осы ата-аналарыңды сыйлай беріңдер. Енді бір айта кететінім, мынау төлеп сәуле қарақтарым, мына жеңгеңіз ауырып келе алмай қалды. Келем деген ойға, бірақ күн ыстық. Сонда ауырып қалып келемі, дұғай сәлем айтып, бауырларың бәрі де сәлем айтып жатыр. Енді осылай отырған көгеріс ауылдарының бәріне де дендерің сау болсын, құдалар, құдағайлар, құдашалар, дендерің сау болып, осындай думанда қызықта кездесе беріңдер. Сол үшін алдарыңызда тостарыңды алып қойыңыздар. Ал енді азғантай ғана сыйлығымыз бар, сол табыс етуге рұқсат етіңіздер. Рахмет. Қожамұрат деген жеріміз бар, енді содан бір өлең сұраймыз. Төлеп, жаңағы айтты ғой, шашуым заңдық. Ал енді Құдай тұратырыңдар, мұн жерде Болат деген ағамыз бен жеңгеміз бар екен. Осы кісілерге де беріп жіберейік. Жаңа ағаларымыз айтты отыр, үйден біреу сөйлейді, қысқа сөйле, босқа сөйлегенше қысқа сөйлейік деп. Сондықтан да мұн жерде құрметті ағамыз бар, осы кісіге де бір сөз кезегін беріп жіберейік. Мен тана емеспін, Мәлікеймін. Төбетпін. Тәте, ал енді мынау немереңнің алды қуанышты тойы болатыр екен енді. Той толғой ұласын дегім келеді, төлеп сөйле. Сендердің енді балаларыңыздың алды, тойдың алды deyatыр енді. Бақытты болсын балдар. Тойдан тойғын olsun, тек қана бейнеттерің осылай тойға дастархан жайы болсын дегім келеді. Қалғанын баян жолға тұрады ғой. Бәрін айтып қойым. Тәте, төлеп сөйле, қуаныштарыңыз жағынан болсын. Дастар бақытты болсын. Бажан соқтаймыз. Zordaga biga
Мен теңге беріп жатқан міне Боранбайдай жездесі құдалары Тайман ағасы, Алмас ағасы, осы мағалары, мамасы, міне. Дамады. Бұлан жиыныма бересің. Жиыны. Өлең айтады, қожақты. Мартық перед оплат жасап тағады сразу. Жаңа Қарлығашқа дегет. Міне. Құда болам артынан. Рахмет, құрметті ағайындар. Міне, қалып қойып отырмын мен қолымда. Ал енді міне құда бала демеушілік көрсетіп жатса, құдашаға жаңа ортаға шығып билеген үшін мен мынандай помада ұсынғым келіп отыр. Құдаша шашың сарала, мен берейін помада. Осы тойда бер деп айтып жіберсін қанат деген тамада деп міне помада ұсынғым келіп отыр. Өнерің істеміз. Құрметті ағайындар, міне таза қазақ қазақ емес, таза қазақ домбыра деп жатамыз. Сондықтан да осындай қазақтың қасиетті қара домбырасымен өзіміздің осы ауылдарыңнан әншісі ағамызды, жаңа қыздың бетін ашқан осы ағамыздар өздеріңіздің қошеметтеріңізбен және міне жақсы айтатыныңызға көріп тұр, саған жақсы төлеп жатыр мына жерде. Міне, ал. Астыңа аттың қызып шапан жабар қайын жұртым менің тағайы жарқын болар жүздері әркез оның күлім қалар көңілін таба алсаң жарқындардың күлімдеп қалтасына қолын салар Абылай деген ағамыздың атынан, Алмас нағашымыздың атынан, Бөгенбай ағамыздың атынан, Төлеп нағашысынан дейді, нағашыларынан, Төлеген ағамыздың атынан дейді. Үлкен кісілер жағы кішкен қысылып отырсыңдар ма, мана күлімсірек көргендер енді қаларып қарайтын болып шықтыңдар ғой. Енді шыдаңқырайық, енді ауыл болғасын өздеріңіз білесіздер. Ендеше ары қарай тостымызды жалғаймыз, құрметті ағайындар. Енді осы жерде ауылдың ақсақалдары бар екен. Ол енді өздеріңізге арнайы белгілі. Сондықтан да сол кісілерді сөз кезегін бергім келіп отыр. Мынау оқи алсам балаткын жартысын жазып қойған сияқты осы. Бейсенғали, Мария, Асан, Маржан, Бақытжан, Мақпал,
Kayruş Kali Kamila Bazarbay Baliza Markız Aydana Siyerік Toygan Abılay Talsın Akmaş Gayneş Kulan apay deydi. Munira Oljan Еркін құда дейді. Каусар құдағай. Елеусін, Ақсылу, Базен, Жарғали, Ақкенже, Жаңылсын, Құсайын, Күләш, Қабен, Ұлмекен дейді. Бітті айту керек. Осы кісілеріміз, қарттарымыз аман болсын деп, осы кісілер Рахмет. Үлкен кісілердің көп ан жерде шыға алмай отыр. Қайран 25 жасым ай деп іштей айбат шегіп отқандар да бар. Байқап отырмын. Шығалған ағамыз міне жақсы биімен шыққан үшін міне ақша түсіп қалыптаға шашыңызға билеп тамаша келдіңіз ғой қасымызға. Осындай ағамыздан айналайын киіп алған көк тақия басыңызға деп осы ағамызға осындай карта ұсынып отыр. Міне қош келдіңіздер. Рахмат. Ал мен жаңаға мынау енді бүгін Рахман Қорықта әулетіне мынау той болып жатыр, үлкен той. Белеп жан сіздің Сәуле, мына бірінші балаңыз екі бала болып жатыр. Осы балдарыңыздың жаңағы айтқан жолдастарымның бәріне қосыламын. Балдарыма тек қана бір тілек айтам. Бәріне де мана айтылды ғой. Жадырап жаздай жүріңдер, күлсеңдер бірге күліңдер. Жұптарың өтсін жазылмай, бақытты, ұзақ ғұмыр, жүбірлі өмір сүріңдер деймін. Рахмет. Çarpara естімейді. Мен жаным әулетінде құрметті қайырбақ дегенше кім? Атын ұмытып қалдым ба? Сәуле. Сөйлеп айналайын, тойларың тойласын, қуаныштарың өткен дей берсін, екі баланың біледі. Aman bolsun, екі бала да жақсы болсын, аман болсын, айналайын, төлебжан бір жақсы көретін. Балам өнім қойып. Ал осыға қош келетін. Айғы тойларың, осы тойлар бәрімізде де бола бәкміз. Бәрімізде де осындай дастархан болып, осындай той болып. Ел түгел қуаныш болсын деп, осы мен сөзімді доғарайды. Қазіргі мейрам қызыма Сәуле, осы шаңырақтың ұрпақтары баршаңызды бүгінгі қуанышта құттықтаймын. Қуаныш төлеп Сәуле айналайын. Осы тойға той жақсылық тілеймін енді. Дендеріңіз сау болсын, осындай жақсы дастарханда тек тойда кездесейік. Енді мынау бүгінгі шаңырақ құрып отырған балдарым, мереке. Қызым, енді сендерді бүгін заңды некелеріңмен құттықтаймын. Алдағы уақытта шаңырақтарың шайқанмай, бақытты өмір сүріңдер. Ойлаған арман мақсаттарыңа жетіңдер. Тек қана бақыт тілеймін. Осы
тойға шақырғандарыңа көп рахмет. Семьяңыз атынан қуаныш ұзағынан болсын, тойға жалғасын дейді. Қысқын көрінді. Шашуымыз. Мұз бағаларына арта бала Söylemesem de bir paylaşasın. Әжелер ансамблі қабыл алыңыздар. Міне тойды шашу деп жатыр. Қалдырамға қойып. Баны бірталы Осындай тойға шашу деп мынандай білезік ұсынып отыр. Міне, көп билесең, адамның көңілін табарсыз, көп билеумен әркімге де жағарсыз. Сөйлепанның жұмыстасы Ақлима жеңгем білезік беріп отыр, үйге барып жеңгемізге тағарсыз деп міне. Ал енді құрметті ағайындар, осындай жақсы тілектердің құрметіне жақсы әнге кезек, құлақтарыңыз әнде, ауыздарыңыз дәмде болып, той боласың ағайын. Жүрегіміз сырласқан, құпиясыз сыр санған үңгішқан, арманына жете алмаған көңілім, сен ойлаудан басқа сәуле құрмастан. Арманына жете алмаған көңілім, сен ойлаудан басқа сәуле құрмастан. Sağımdanın sizim Evvelini salçılardan gidince Aşıkırsak gizgin Sağımdanın sizim Evvelini salçılardan gidince Biz yıkırgan anal kıran anal Yüreğimden nurlanır, gönlümden senin tutkun arar. Sağam baray selim şalgam şalganday, keşke salgan evimde yer alır. Sağam baray selim şalgam şalganday, keşke salgan evimde yer alır. Sesimiz güzelim
Рахмет, құрметті ағайындар. Бәріміз де өз орнымыздан табылайық. Осы жерде, осы шаңырақтың құрметті аға мен жеңгелеріміз бар екен. Қашанда айтып жатамыз ғой, армысыздар аға жиен жеңгелер көп кешікпей құшақтасар кез келер деп жатамыз. Осы жерде апа менен жезделеріміз бар екен. Сондықтан да армысыздар апа жиен жезделер көп кешікпей құшақтасар келтелер. Балдыз келттеп жезделерім құшақтап, нағашым деп шауып келер жиендер деп жатамыз. Сондықтан да осы жерде апа мен жезделеріміз бар екен. Сол кісілерді үлкен қошеметпен ортаға шақырғым келіп отыр. Жұмабай, Нәсіп, Алдыңғар, Гүлнар, Марат, Гүлнар, Қанат, Қапия, Жібек, Алма, Нарқыз, Болат, Жансұлу, Мақас, Роза, Есболат, Әдемі, Жәрдемғали, Зоя, Есжан, Құралай, Талап, Шұға, Хабер, Салтанат, Света, Мұрат, Қырмызы, және Қуанышкери, Гүлайым, Гүлбаршын, Қуаныш, Анар, Мақсұт, Ботагөз дейді. Осындай апа мен жезделеріміз болса, әрине ортаға билмен шақырамыз. Ал енді бұлай шын көңілден мен тілеймін осындай фигураңызды өмір бақи сақтауыңа деп болса. Ал қош келдіңіздер бәріңізді. Söyle, bugün de bir baldarımız iki bala olmadı. Bağışlarınız canım olsun, dinleriniz sağ olsun. Осы балдардың қызығын көре беріңіздер. Бажайын достан 25 жыл бұрын сөйлеме алып кетпеді. 25 жыл олар екен қосылған араңада. Одақты болсын, осы үйімнің екісін демекен. Үші. Ал балдар сендерге дендеріңіз саулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Дұшпандарым жоқ болсын, достарым көп болсын деген тілек айтқым келеді. Тойларына шашуға бір баспа алма. Енді бұл тойдың ең қуаныштысы, ең қызықты той, мен жаңғыдан Құдайдікі деп есептеймін. Себебі